Кайрылы күн окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы мәтүндө пишимдөө. Окуучулар, жаңа такырыпты баштамастан бурун алдыңкы такырыпты эсибизге түшүрөлүк. Программа дегенimiz эмне? Жарайсың. Алдымызда кандай программалар бейнеленген? Жарайсың. Блокнот және WordPad. Екі бағдарламаның ұқсастығы неде? Жарайсың. Екі бағдарламада да біз мәтінді өңдей аламыз. Мәтіндік редактор. Бүгінгі сабақта үйренетініміз мәтіндерді пішімдеу батырмалары. Мәтінді пішімдеу дегеніміз пішімдеу батырмалары арқылы мәтіннің қаріптерін қалыңдату, қисайту, астын сызу, қаріпті үлкейту, кішірейту жұмыстарын айтады. Яғни, 3-ші сынып бізде қалың түрде берілген, және 3-ші сынып бірдей өлшемде берілген, және 3-ші сынып сөзі асты сызылған. Яғни, біз 3-ші сынып сөзін пішімдеу өзгерісі болған. Пішімдеу батырмалары. Қаріптің түрін өзгерту, қаріптің өлшемін өзгерту, қою етіп жазу, қаріпті қисайту, қаріптің сөздің астын сызу, қаріптің түсін өзгерту. Оқушылар, қаріптерді пішімдеу пернетақтадағы пернелер үйлесімімен де орындалады. Мәселен, Ctrl+B батырмасын басатын болсақ, біз қаріпті қалыңдата аламыз. Ctrl+I батырмасын басатын болсақ, қаріпті қисайта аламыз. Ctrl+U батырмасын басатын болсақ, қаріптің астын сыза аламыз. Оқушылар, енді WordPad бағдарламасында бірге мәтінді пішімдеп көрейік. Ол үшін бас мәзірге барамыз, барлық бағдарламалар бөліміне өтеміз, стандартные бумасын таңдаймыз. WordPad бағдарламасын тінтуірді 2 рет шерту арқылы ашамыз. 3-ші сынып деп жазалық. 3-ші сынып. Әріптің түрін өзгерту үшін оны белгілеп алып, түрін өзгерту батырмасын басамыз. Берілген таңдаулар арқылы мәтіннің түрін өзгертеміз. Мәтінді қоюлату үшін Ж батырмасын басамыз, немесе пернетақтадағы Ctrl+B батырмасын басуға болады. Мәтінді қисайту үшін К батырмасын басамыз, немесе пернетақтадағы Ctrl+U батырмасын басуға болады. Мәтіннің астын сызу үшін Ч әріпін басамыз, немесе Ctrl+U батырмасын басуға болады. Мәтіннің өлшемін өзгерту үшін белгілеп аламыз және керекті өлшемді таңдаймыз. Мәтіннің түрін өзгерту үшін керек түсімізді таңдауымызға болады. Мәселен, мен сары түсті таңдадым. 3-ші сынып. Және мәтіннің өлшемін санмен емес, мына үлкен А және кіші А батырмалары арқылы да өзімізге қажетті түрге келтіріп алуымызға болады. Сақтау үшін файл, сохранить как және компьютердегі керекті жерді таңдап, 3-ші сынып деп жазалық. Және жабу батырмасын басамыз. Алмасу буфері Windows нысандардың уақытша сақтауға болатын компьютер жеделжадысының арнайы аймағы. Яғни алмасу буферінде бізге керекті көшірілген, сақталынған ақпараттар компьютер өскенге дейін сақталынып тұрады. Мәтіндерді көшіру үшін Ctrl+C батырмасын және Ctrl+V батырмасын басамыз. Бүгінгі сабақтың сөздігі. Сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, жаңа тақырыпты бекіту үшін сұрақтарға жазбаша жауап берейік. Мәтінді пішімдеу дегеніміз не? Алмасу буфері қандай қызмет атқарады? Мәтінді пішімдегенде қандай пернетақтадағы пернелер үйлесімін қолдануға болады? Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.